Саламатсыздарбы оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ұлтаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделі. Қазақстан Республикасы бәріміз білетіндей, 100-ден астам ұлт пен ұлыс өкілдері өмір сүретін полиэтникалық мемлекет болып табылады. Бүгінде халқының саны 20 миллионға жуық адамды құрайды. Оның ішінде мемлекет құраушы қазақтардың үлесі 70%-ға жетті. Тәуелсіздік тұғырын биік ұстаған Қазақстан түрлі этникалық топтардың арасындағы келісім мен татулықты сақтап қалды. Елімізде 820-ға жуық этномәдени бірлестіктер жұмыс жасайды. Қазақстан Республикасының ата заңы Конституциямызда тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жұмысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, діни көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты, немесе кез келген өзге жағдайлар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды деп жазылған. Қазақстанның ұлт бірлігі доктринасы бұл маңызды стратегиялық құжат болып есептеледі. Яғни Қазақстанның ұлт бірлігі доктринасын қабылдауы бұл халқымыздың бірігуі үшін маңызды рөл атқаратын доктрина. Қазақстан енді көп ұлтты мемлекет болғандықтан, бізде ұлттардың бірлігі, осы ұлттардың тату өмір сүруі ең негізгі мәселелердің бірі болып есептеледі. Әлемде осы сияқты қоғам мен биліктің арасындағы келісім көрініс тапқан және ұлттың болашағын белгілейтін мемлекеттік деңгейдегі көптеген құжаттар бар. Солардың арасында біз айта алатын едік, сол ежелгі Конфуций мен Монро доктриналарын атап өтуге болады. Тәуелсіз Қазақстан тарихында өте маңызды, күрделі, мемлекеттік тұрғыдағы ұлтаралық мәселенің болашағын белгілейтін құжат қабылданды. Ұлт бірлігі доктринасы негізгі 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі бір ел, бір тағдыр деп аталады. Келесі бөліміміз тегі басқа теңдігі бір, және үшіншісі ұлт рухының дамуы. Бұл жерде бір ел, бір тағдыр деген бөлімімізде бізде жалпы ұлт бірлігін негіздейтін бірінші қағидат, ол әрбір адамзаттың өзінің ортақ тағдыры мен отанының Қазақстан Республикасының ортақ екенін ұғыну. Яғни бізде кез келген ұлт өкілі осы отаным Қазақстан деп өзі қабылдап, соны жақсы ұғыну керек және жоғары деңгейде соны мақтан ету керек. Және де әрбір Қазақстан азаматы өзінің жеке артықшылығымен шығу тегіне қарамастан, қабілетіне қарай барлық мүмкіндігін жүзеге асырып, жетістіктерге жете алады және оған ешқандай кедергі болмайды деп белгіленген екінші бөлімде. Ал үшінші бөлімде рухани бастау бұл ұлттың біртұтастыққа біріктіретін күші. Яғни халықтың рухы күшті болған сайын, оның мемлекеттілігінің де болашағы зор болмақ деген ұран арқылы осы үшінші бөлім біздің жаңа халықтық рухты көтеруге, сол халықтың ұлттық рухын негізге ала отырып, осындай басымдықтарға келген. Яғни бұл жердегі басымдылықтар бұл дәстүр мен отансүйгіштік, рухани жаңару, жарыс пен жеңіс деп көрсетілген. Қазақстан халқы үшін ұлт бірлігі доктринасының қандай тарихи маңыздары бар? Біріншіден, полиэтникалық Қазақстан халқының әрі қарай дамуының стратегиясы бағыты анықталған. Екіншіден, Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдан астам уақыттағы озық тәжірибесінің ұстанымдары жинақталған. Үшіншіден, әлемде шиеленіс пен қақтығыстардың жаңа ошақтары шығуына
байланысты Қазақстан халқы үшін біріктіруші рөл атқарды. Төртіншіден, Қазақстанның табысты және тұрақты мемлекет ретінде халықаралық аренадағы беделін жоғарылатуға ықпал етті. Және бесіншіден, Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа бейбіт сүйгіш ішкі және сыртқы саясатының ашықтығын дәлелдеді. Міне осы 5 түрлі тарихи маңызды жайттары бар. Жалпы ұлттық саясаттың негізгі бағыттарының бірі бұл тіл саясаты. Бізде жаңағы білеміз, әртүрлі ұлт өкілдері болғандықтан әртүрлі тілде сөйлейді. Жалпы мемлекеттік тіл қазақ тілі болып есептеледі, бірақ алайда әр халық өз тілінде сөйлеуге құқылы. Этносаралық тұрақтылықтың негізгі факторы. Этносаралық келісім мен бейбітшілік аясында әлемде баламасы жоқ қазақстандық үлгі қалыптасып қарқынды дамуда. Конфессияаралық қатынастар саласындағы саясат. Бұл жерде еліміздің тарихында дінаралық қақтығыстар мен жанжалдар орын алған емес, бұған біздің жаңағы мемлекеттің жүргізіп отырған осындай дінге байланысты саясатының арқасында. Яғни діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң қабылданған. Осы заңға сүйене отырып, бізде діни қарым-қатынас, діни бостандығы, діни бірлестіктердің өзара сыйластығы, қарым-қатынасы жақсы сақталған. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі 2003 жылы бізді Астанамызда өткен. Бұл жерде жалпы ислам, христиан, буддизм, синтоизм, даосизм және басқа да діни ұйымдардың өкілдері қатысқан. Бұл жерде дінге қатысты терминдарымыз атеизм, жалпы доктрина, сепаратистер, сунниттер деген ұғымдарды қарастырдық бүгін. Соның ішінде бізде Джеймс Монро доктринасы жарияланып, Америка тек американдықтарға қағидаты бойынша Америка және Европа бір-бірінің ішкі істеріне араласпауға тиісті деп атап көрсетілді. Яғни бұндай дінге қатысты доктриналардың барлығы діни қақтығыстардың болмауына байланысты қабылданған. Енді осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Және бүгінгі сабақтың үй тапсырмасы. Елдегі конфессия аралық бейбітшілікті қалай нығайтуға болады деген тақырыпта эссе жазу. Сау болыңыздар.